Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Камшат. Бүгін сіздермен дәл осындай қатпарлы самсаның ерекше құпияларымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Жасалуы өте оңай, бірақ өзінің ерекше бір фишкалары бар. Соны қазір сіздерге видео барысында айтатын боламын. Алдымен бөлме температурасындағы суымызға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Кейін ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмауы керек. Жақсылап илеп, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Бес минуттан кейін қамырымызды алып, қайтадан илеп қайтарып қоямыз. 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Сол кезде қамырымыз жақсы, жылтыр, әдемі болып пісетін болады. Қамырымыз дайын болғанша, сары майымызды отқа қойып, әбден ерітіп аламыз. Ерітіп болғаннан кейін міндетті түрде 1-2 минут сары майымызды қайнатамыз. Сонда самсамыз қытырлақ болып, күшті болып піседі. Енді 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып, екіге бөліп, екі бөлікті бір-бірлеп жайып шығамыз. Қамырымызды қатты жұқа, қатты қалың етіп жаймаймыз, орташа қылып жайып, бірінші қамырды жайып болғаннан кейін бір шетке алып қоямыз. Екінші қамырымызды да дәл солай, қатты жұқа, қатты қалың етпей жайып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап бұрыш-бұрышының барлығына жағып шығамыз. Ең негізгі маңызды фишка осында. Осы сары майымызды осы қамырға жағып болғаннан кейін міндетті түрде сары майымыздың қатқанын күтеміз. Сосын барып екінші қамырымызды үстіне қоямыз. Міне біздің сары майымыз қатты, енді үстіне екінші қамырды осылай жақсылап жайып алғаннан кейін оның үстіне де жаңағы сары майымызды жағамыз. Сосын міндетті түрде қатқанын күтеміз. Қамырымыздың сары майы қатты, енді оны осылай иректетіп орайтын боламыз. Оралған қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қоямыз. Дәл осылай қамырымызды тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Қалаған уақытыңызда қонақ келіп қалған кезде аяқ асты шығарып, самса жасай саласыздар. Он 15 минуттан кейін мен қамырымды шығарып, бөліктерге бөлдім. Дәл осы құраммен сізде 30-40 самса шығаруға болады.
Қамырымызды осылай тігінен жайып шығамыз, кішкене ұнға малып аламыз. Сонда қатпарлығын жоғалтпай, қамырымыз әдемі болып шығады. Салмасына қалауыңызша асқабақ, картоппен қосып жасасаңыздар да болады. Мен фаршпен пияздан ғана жасадым. Самсаның формасын қалауыңызша етіп жасасаңыздар болады. Мен үшбұрыш қылып жасадым. Және осы жасау барысында қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды, нәзік, әдемі болып тұр. Дәл осындай дайын самсаларымызды тоңазытқышта сақтасаңыздар да болады. Қонақ келіп қалған кезде шығарып пісіре салатындай. Мен бір күн бұрын жасап қойдым. Ертесіне қонақ келетін болған соң самсаларымды бір күн бұрын жасап, қатырып қойдым. Ертесіне пісіргенде де жұмсақ, қатпарлы болып шықты. Самса түюдің тағы бір әдісі осы өрілген түрін көрсеткім келіп тұр сіздерге. Жасалуы өте оңай, видеодан қарап сіздер де үйреніп алыңыздар. Достар, дәл осы рецептпен самсаларыңыз өте дәмді, қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Дайын болған самсаларымызға осылай жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне кунжут немесе қалауыңызша мак сепсеңіздер де болады. Духовкада пісіріп аламыз. Міне достар, біздің самсаларымыз дайын болды. Қытырлап, қатпарлы болып, дәмі деген тіл үйіреді. Дәл осы рецептпен сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.